Өзін өзі пісіретін лапшаның дәмі қандай екен, бәріміз бірге көрейік. 15 минут өтті. Иісі бар ғой, мен сендерге айтайын. Латяо, либо Хого ресторанға кіресіңдер ғой, сол кездегі бір Хогоның иісіне ұқсайды. Қытайлар мына мың түрлі зат қосып, әйтеуір дәмді қылып шығарады ғой. Мынау лотос дейді. Ол не лотос деген? Дәмі түсініксіз. Қап-қатты бірдеңе. Типа сәбіз сияқты ма, либо ананастың ортасы болады ғой, желінбейтін жер, сондай сияқты. Дәмінен сорпаның дәмі шығып тұр. Келесі бізде мынау картошканың тілімдері. Вау! Чуть-чуть қатылау, бірақ кәдімгі піскен картошка. Картошка бір пісуге бір минут қалып тұрады ғой. Тура сондай кәдімгі картошка. Жеуге болады. Бәрінен қорқып тұрғаным мынау достар. Бұл енді суретінде куриный фрикадельки деп көрсетілген. Наггетс сияқты ма, бір қолдан жасалған тауықтың еті сияқты. Тауықтың етіне де ұқсамайды, структурасы бір тофу ма, сондай ұқсайды. Жеуге болады достар. Мына лапшаны қараңдаршы, қандай аппетитный. Фунчузаға да ұқсамайды, негізі бір искусственный лапша ұқсайды, бірақ дәмді екен. Кәдімгі сорпаның дәмі шығып тұр. Натрий глутаматтың да көп дәмі шығып тұр бақ. Ашы. Кәдімгі ашы, дәмді китайский лапшаның сорпасы. Вердикт айтатын болсам, вау, керемет дәмді, барып сатып алып жеңдер деп айта алмаймын, себебі құрамы өте химозный, жеуге болады, дәмі пайдет жеуге. Үйде балалармен артықшыларың болса, жаңа вау эффектпен жаңа пісіріп фу деп көруге стоит. Мен алған жерде 1200 теңге тұрады, енді ол ақшаға стоит по идее. Қазір барамда басқа түрлері бар екен, күрішпен, немен, соның барлығын көрсетіп, сендерге видео ретінде салам, сондықтан каналға тіркеліп алыңдар. Бұлай заказ беремін десеңдер, Озон мен Wildberries толып тұр.